отан алдындағы борышын өтеу әр азаматтың парызы деп білемін. Тәуелсіз елімнің тыныштығын кірпік қақпай күзету, Қазақстан халқына және елбасына адал қызмет ету, мемлекеттік рәміздерді айрықша қастерлеу маған жүктелген абыройлы міндет, әрі зор жауапкершілік. Менің азамат болып қалыптасуыма, элиталық әскерде қызмет етіп, елдік нышандарын алақанда ұстау мәртебесіне ие болуыма туған елім Қазақстанның егемендігін еншілеуі басты себепкер. Өз еліміздің туын, өз еліміздің ата заңын көтеріп жүрген ол мен үшін әрине үлкен мәртебе болып табылады.